Илон Масктың Трамптың инаугурациясында жасаған мынадай әрекеті жұртты ойландырып қойды. Мұны үшінші рейхтің ишарасына ұқсатқандар бар, ал біреулер Белами салюты дейді. Бірақ Белами салютына да тыйым салынған еді. Тарихын айтып берейін. Белами салюты бастапқыда ақш-та қабылданған рәсімдік қимыл. Ол негізінен Америка құрама штаттарында ту анты кезінде қолданылды. Бұл сәлемдесу 19 ғасырдың соңында пайда болып, уақыт өте үлкен дауларға ұшыраған. Белами салюты 1892 жылы Эдвард Белами есімді христиан социалист жазушының бастамасымен енгізілген. Ол ту анты мәтінінің авторы Франсис Беламимен бірге жұмыс істеп, рәсімді кеңінен насихаттауға үлес қосқан. Сонымен рәсім былай орындалады. Адам оң қолын жүрек тұсына қояды, сосын қолын алға және сәл жоғары бағыттап Американың туына қарап тұрады. Бұл әрекет бастапқыда патриотизмді көрсету және ұлттық бірлік сезімін нығайту үшін қолданылған, бірақ өзгеріс болды. Алайда 1930 жылдардың соңында нацист Германияда римдік сәлемдесуді қолдану кең таралды. Бұл қимылдың Белами салютына ұқсастығы көпшіліктің назарын аударды. Екі рәсімнің шығу тегі бірдей болмаса да, олардың сыртқы көрінісі өте ұқсас еді. Сондықтан Белами салюты ресми түрде 1942 жылы ақш президенті Рузвельттің тұсында алып тасталды. Сол жылы ақш конгресі ту кодексін қабылдап, Белами салютының орнына қолды жүрекке қою рәсімін енгізді. Сондықтан қай жағынан алып келсеңіз де, бұл жай ғана ишара ма, әлде шынымен бір тарихи контексті бар ма, енді өзіңіз бағамдай беріңіз. Әшкере Телеграм арнасын ұсынғым келіп отыр, онда барлық осы өзекті жаңалықтарды жазамыз.